Қарағанды облысында жеңіл көлік велосипед мінген ер адамды қағып кетті. Оқыс оқиға Қызылорда Жезқазған Павлодар тас жолының бойында болған. Барлығы бейнекамераға жазылыпты. Онда 58 жастағы азаматтың айналасына мұқият қарап, жол жиегімен жүріп келе жатқаны байқалады. Велосипедке енді міне бергенде қарсы беттен ойқастап келген автокөлік оны оңдырмай соққан. Қақтығыстың қатты болған соншалық зардап шеккен адам бірнеше метрге ұшып бағанаға ұрылған. Көптеген жарақат алған жан артынан бақилық болыпты деп естідік. Жол-көлік оқиғасының салдарынан 58 жастағы велосипед мінуші ауруханаға жеткізіліп, сол жерде алған дене жарақаттарынан қайтыс болды. Аталған оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Көлік жүргізушісі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізілуде.